21 тамыз кеш. Бұл Алматы облысы Селек ауылындағы уақытша ұстау изоляторының алды. Мұнда тәуелсіз журналист Думан Мұхаммедкәрімге қолдау білдіріп барып, өздері әкімшілік жауапкершілікке тартылған белсенді Ерлан Кенешбаев пен блогер Абзал Достияров 20 күн қамауда болған. Оларды қолдауға Алматыдан арнайы жақтастар келіп, Абақты қақпасынан күтіп алды. Әуелі Ерлан Кенешбаев шықты. Ары қарай жарты сағаттан соң, яғни 20 сағат 30 минутта блогер Абзал Достияров шығуы керек. Жалпы Думан Мұхаммедкәрім тәуелсіз журналист, қазіргі қылмыстық жүйені сынап, Тоқаевты сынап, ашық өзінің ойын айтып жүрген азамат. Сол азаматтың 20 соты қатарынан болды. Сол 20-шы сот Думанды соттайтын уақыт болғандықтан, мына эфирға шығып жүрген белсенділер, жәнегі ыңғай қарапайым белсенділер соттайды ғой. 50-60 адам барсаң да, сол саусақпен санарлық 6-7 адамды постоянно соттайды. Оны енді қалай түсінсе, мен ешқай жағынан түсіне алмай қойдым. 50-60 адам сотқа барасың, 7-8 адам қамаласың. Оның өзі қылмыс. Жалпы заң болғаннан кейін заң бәріне ортақ деп айтылады ғой. Ал неге соны ортақ бәріне бірге қолданбасқа? Неге жоғары биліктің басында отырған қылмыскерлерді жазаға тартпасқа? Неге жазықсыз саяси тұтқындарға қамауға ала береді деген сияқты. Енді ары қарай күресеміз. Бізді бұлай 20 күн, 15 күн қамап, қорқытамыз деп ойламай қойсын. Бізді өлтіріп тастаса да, біз осы жолға өзіміздің басымызды бәйгеге тігіп шыққан болатынбыз. Ешкімге оны өкінбейміз, осы жолда өлтіріп тастаса да. Бірақ ең жаман сорақысы, енді саяси іспен емес, басқа бір істерменен соттағылар келіп жатыр екен. Мен өзім жеке семейный обстоятельствоға байланысты өздері іс қозғап жатыр екен, іздеулер салып жатыр екен Семейде. Соттасын, мен олардың шығарып жатқан қазіргі ондай заңдарына да мен қарсымын. Ереке, осы тоқтап айта кетсеңіз, сізде сонда тағы да... Иә, Семейден розыск беріпті маған. Типа, бірінші әйеліме тағы да алиментті заң аясында төлемеді деген сияқты сондай сылтауменен осы араға хабар жіберіп, осы арадан алдырып маған келді. Осы арадан сен розыскке екінші ісің ашылып жатыр екен, короче. Мен білем оны, мен барғам, мен бірінші неменде де қарсы болған, мен бұл заңға қарсымын. Еркек пен әйел ажырасқан кезде баланы әйел адамға беруге толығымен қарсымын. Өзімнің балама беріп отырған көмегімді жазып, или болмаса біреуге отчет беріп отыруға мен вообще қарсымын. Мен ондайды істемеймін. Қанша жерден заң мен соттағысы келсе соттасын. Білмеймін, басқа қамалып жатқан саяси тұтқындарға бостандық талап ететін боламыз. Қолдан келгенше жеткен жерімізге шейін жеткіземіз. Тірі кезімізде тірі адам тіршілігін жасайды. Бостандықтамыз ба, бостандықтағы тірлігімізді әрі жалғастыратын боламыз. Басқа не айтам енді? Ереке, енді жалпы әкімшілік сот 20 күнге қамалдыңыз. Енді қамалғаннан кейін соттың қалай өткенін біз көрдік. Олардың бәрін енді жалпы әкімшілік соттардың өзі бір тиіп кетіп жатыр. Бірақ осы қамау орнында сіздерге қандай да бір қысым бірдеңелер болды ма? Болды, ұстағаннан бастап болды. Заңсыздық. Екі жігіт ұстады. Екеуі де ірі жігіттер. Сол екеуі мына соткымды тартып алды сразу. Мен эфирға шығып үлгердім, бірақ эфир тура қосыла салысымен екеуі екі жақтан келіп соткым бірінші тартып алды. Одан кейін өзімді қинап машинеге салды да, роводаға апарды. Ровода қызмет киім киген. Ровоны ұмытып қалдым. Қай жерде? Думаннан ұстады бізді. Думаннан ұстағанда қайтып ұрыш еді. Вот сол жерге апарды. Сол жерде форма киген үш қызметкер тоже өздерінің күштерін көрсетті. Ішінде бір дәуі бар екен, сол дәуімен құлаттым шалып, короче. Сол шалынып құлаған үшін өзін өшін алды, короче, қылқындырып, ұрып соғып, сумкаларын бәрін жыртып, сол үш қызметкердің істегені Алматыдағы. Аты жөндерін мүлдем ешқайсы аты жөндерін көрсеткен жоқ. Адвокат шақыр дедім, адвокат шақырған жоқ. Адвокат соңына дейін шақырмай қойды. Сот процесс болып жатқан кезде мен сот судьяның өзін айттым. Сендер қылмыскерсіңдер дедім, судьяның өзін айттым. Сендер қылмыскерсіңдер. Мен соттап жатқан қылмыскерсіңдер. Өйткені адвокат шақыр десем шақырмайды. Біреуге звондайын десем звондатпайды. Мүлдем адам ұрлады да кеп соттай салды ғой. Бұл біз іздеуіміз жоқ адамдар секілдіміз. Өзіміздің елде жүріп. Бұл бірінші рет емес, ылғи да қайталанып жатқан нәрсе. Бұның тізесі шықты десек болады. Бұндай істеріңмен бізді қорқыта алмайсыңдар. Жалпы үйде жатқан қазақ ағайындарға айтамыз. Ояныңыздар. Ертең өздеріңіздің осылай бастарыңызға түскен кезде шырылдап, бір арақ ішіп, или болмаса бір сақ түйектермен сотталғанша, одан да елге жерге пайдасы әкелетін бірдеңкені істеп сотталайық. Өлтірсе де сол жолда өлейік. Өйткені мен анандайда ұрып бала шағамның қамы деп кейбіреулер айтып жатады ғой.
біз шығатын болсақ, қазір бізді қамап тастаса, біздің бала шағамыз кім бағады дейді ғой. Мен осыны түсінбеймін де, бұны сылтау деп білемін мен. Жалпы бала шағаның ұрпақтың болашағы деген ол үй алып беру, машина алып беру емес. Біздің бала шағамыздың болашағы ол біздің елімізді, жерімізді, салт дәстүрімізді, тілімізді аманат етіп қалтырып кетеміз. Сол кезде біз ұрпағымызға бірдеңе тастап кеттік деп айта аламыз. Осыны дұрыстап ұғып екен қазақтар. Шатастырмаңыздар. Үйде, машинеде бір-ақ күндік. Батыста көрдіңіздер ғой, 10 өңірді су басты, бәленбай қазақты далада қалтырды. Сонда қайда бәленбай жыл жинаған тергеннің бәрі далада қалды. Сол секілді ғой ол. Алам десе Алла бір-ақ сәтте алады, берем десе бір-ақ сәтте береді. Сол үшін байлыққа емес, билікке емес, ел болып қалу үшін, ер үшін, жер үшін қызмет етейік. Барлық қоғам белсенділеріне де айтарым сол, жалпы бүкіл қазаққа айтарым сол. Жаманымыз жақсы қылуға тырысайық, жақсымызды үйретіп, жаман жүрген балалар, ол жаман болып әрі кетпес үшін сол жаман балаларды ортаға тартып алып, кішкене білгенімізді айтып, ешкімді өзектен теппейік деп айтқым келеді. Басқа не, ауызбіршілігіміз керек, біз міндетті түрде жеңеміз, біз өйткені дұрыс жолдамыз. Мен солай сенемін. Сол, басқа, қазір Абзал Достияр шығады, 8:20-да. Енді Абзалды да мына жаққа алып келгендер заңсыздық, сот болған кезде айтады ғой, осы мекемеде осы жазасын өтесін деп Абзалды Чунжаға соттады ма, ол Чунжада до конца отырып шығу керек болған. Бұл да заңсыздық, бұл жерге әкелгені. Ол қайтадан повторно сот болған жоқ қой мына жаққа әкелу үшін. Ол да заңсыздық. Заңсыздық деген толып отыр ағайындар, ол жетеді заңсыздық. Мына мен сумкам жыртып тастаған өзі үлкен заңсыздық. Жаядан алған сумкам еще бауын алқап өздеріне. Ол не деген масқара? Мына үлкен сумкаға дейін жыртып тастаған міне. Мына жерін өзім байлап алдым және. Жыртып тастаған. Талай киімдеріміз жыртты енді, ол соткамызды да алып алды, сол күйі қайтарған жақ осы полиция қызметкерлері ғой, бәрін істеп отырған. Енді өздерінің қылмыстары болғаннан кейін бұлар менің телефонымды алып алуға тырысады. Әйтпесе менің қылмысым болып тұрса, неге телефонымды алып алмай өздері шақыру бермейді? Мысалы, шақыру беру керек қой. Шақыру берсе біз өзіміз барамыз. Бұларда ешқандай шақыру беру қағаз жоқ. Бір террористті ұстағандай көшеден ұстайды, қол аяқты қайырып. Өмір өзгереді, билік ауысады, өздерін сотталасыңдар. Қазіргі қылмыстық істеп жүрген полиция қызметкерлері сендерге ойлану керек. Ертең өздерің сотталып атқан кезде, қара халық күліп тұрған кезде, бала шағаларың алдында өздерің қара бет боласыңдар. Бізді бұлай қорқыта алмайсыңдар, тағы да айтамыз. Ұсақ-түйек семейный қателік бәрінде бар. Ешкімде қазір қылмыстық жүйе әдей соған алып келді, кедей қылып, білімсіз қылып ұстап отырды. Сол кедей болып, білімсіз болып жүрген қазақтар біраз нәрсеге балшыққа батып кеттік, оны мойындаймыз. Осы биліктің арзан айлық беріп, білімсіз қылып ұстағандардың арқасында бүкіл қазақ зардап шегіп жатырмыз. Соны айтуға қазақтардың көбі қорқады. Кішігірім намыстары өздерінше, намысты деген, ондай намысты түкіргенім бар мен ондай кішігірім намысқа. Намыс деген біздің намыс кәдімгідей тапталып жатыр ағайындар. Общий алып, ортаға алып қарасақ. Не бір шығыста алтындарды қазып, улы заттар, улы сулар жиналып жатыр, көлшік. Ол улы заттар ертең Құдай сақтасын, ертең батыстағыдай су тасқында бірдеңке болатын болса, халық түп тамырымен бірақ жойылып кетеді. Шығыста ондай жерлер біреу емес, екеу емес, толып жатыр, бастан асады. Олар кімдер істеп жатқан? Қазақты 70 жыл құлдық санада ұстаған орыс Путин. Тікелей Путиннің, Қазақстан тікелей Путин басқарып отырған осы дәлелдейді. Путин Қазақстанда уысында ұстап отыр. Назарбаевты да, Путинді де, Тоқаевты да уысынан жібермей ұстап отыр. Оны біз көріп жүрміз, біз соқыр емеспіз. Сол бәрін айтарым, барша қазақ оянсын, ортаға қосылыңыздар ағайындар. Біз үшін қосылмай қойыңдар. Өздерің бала шағаларың болашағы үшін қосылыңдар. Біз билікке ұмтылған адам емеспіз, біз ақша сұрап жүрген адамдар емеспіз. Бізге қылмыскер жүйе толық кету керек. Біз соны талап етеміз. Біз соңына дейін талап етеміз оны. Қаншамыз әлі сотталамыз, қаншамыз әлі өлеміз, білеміз оны біз. Чтоб қылмыскер жүйе қазіргі басқарып отырған. Бізді осы күйінде қалтырмайтын біз білеміз. Өйткені бізді сатып ала алмады бұлар. Бізді қорқыта алмады. Енді не керек? Енді ұзақ жолға соттау керек бізді. Или болмаса өлтіру керек. Оларда екі-ақ вариант бар. Или болмаса өздері келіп түрмеге кіру керек. Тоқаевада, Назарбаевада бүкіл жүйесі, бүкіл жүйе бір-бірінен сыбайлас, бір-бірінен ақша алған, бұлар бір-бірін сата алмайды ешқашан. Ананы анда, мынаны мында ауыстырғанмен ешқандай нәтиже болмайды ол. И болмағанда. Сол мен айтарым. Бүкіл қазақ оянсын дейміз.